Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі дүниетану сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мемлекеттік мейрамдар. Оқу мақсаты Қазақстан Республикасының ұлттық және мемлекеттік мерекелерінің мәнін түсіну. Бүгінгі сабақта білетіндеріңіз мемлекеттік мейрамдарды, ұлттық ойын түрлерін, ұлттық тағам түрлерін, салт дәстүрлермен танысасыздар. Ал ендеше балалар, біз сіздермен адасқан әріптер ойынын ойнайық. Берілген әріптерді өсу ретімен орналастырыңыздар. Жарайсыздар, дұрыс тапты деп ойлаймын. Ал ендеше қандай мемлекеттік мейрамдарды білесіздер? Жақсы, дұрыс тапты деп ойлаймын. 1 желтоқсан Қазақстан Республикасының тұңғыш президент күні. 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні. 22 наурыз көктем мерекесі, жаңа жылдың басы. 30 тамыз Қазақстан Республикасы Конституциясы күні. Қазақстанда мемлекеттік мейрамдар көп. Соның бірі Наурыз мейрамы. Наурыз бұл көктем мерекесі, жаңа жылдың басы. Күн мен түн теңеледі. Наурыз мейрамы 22 наурызда тойланады. Ерте заманда бұлақтың көзін ашып, ағаш отырғызған. Ал ендеше білім ағашына 22 наурыз мейрамына байланысты өзің білетін мәліметтерді орналастыр. Ал тексерейік. Сәнді ұлттық киімдер киген. Дастархан жайылып, наурыз көже дайындаған. Ақындардың айтысын тамашалаған. Ұлттық ойындар ойнаған. Би билеген. Ақсақалдар бата берген. Жарайсыңдар. Бәрің де білім ағашына осылай орналастырды деп ойлаймын. Осы тапсырмаларды орындау барысында мынадай қадамдардан өттіңіздер. Сіздерге балық қаңқасы ұсынылған. Үстіңгі қаңқаға ұлттық ойындарды, төменгі қаңқаға ұлттық тағамдарды тізіп жазыңыздар. Сонымен ұлттық ойындарға ат жарысы, асық ату, теңге ату, тоғызқұмалақ, қыз қуу. Ұлттық тағамдарға наурыз көже, қымыз, ірімшік, құрт, айран жатады екен. Өте тамаша, жарайсыздар. Осы тапсырмаларды орындау барысында мынандай қадамдардан өттіңіздер. Ал ендеше бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, берілген тапсырмалардың ақиқат және жалған пікір екенін анықта. Наурыз мейрамын 25 наурызда тойлаған. Адамдар бұлақтың көзін ашып, ағаш отырғызған. Жастар алтыбақан тепкен. Наурызда қар жауған. Наурыз көже, құрт көже дайындаған. Тамаша, жарайсыңдар балалар. Сіздер бүгінгі сабақта мемлекеттік мейрамдарды, ұлттық ойын, ұлттық тағам түрлерін, салт дәстүрлермен таныстыңыздар. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Өзіңнің осы сабақты қалай түсінгеніңді білім қоржыны арқылы
қорытындыла. Осымен сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.